Баршаңызға сәлем бердік. Бүгін сіздермен ұйғырлардың ұлттық тағамы дапанчи тағамын әзірлейміз. Ең алдымен қазанымызға май құйып аламыз. Майымыз сәл қызған уақытта бір ас қасық шекер саламыз. Шекеріміз карамельный түске енгенше дәл видеодағыдай. Тауығымызды жақсылап жуып салатын боламыз. Тауықтың еті осындай қып-қызыл әдемі болып пісу үшін біз шекерді салдық. Қараңыздар, светі керемет болып шығады. Жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Кішкене уақыт қуырып аламыз. Енді видеоға түспей қалыпты, өзіңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді салыңыз. Паприка, тоз, брош, томат, чеснок барлығын жақсылап араластырамыз. Енді сәбізіміз бен картопымызды саламыз. Кішкене уақыт қуыратын боламыз. Енді подливке құятын кішкене соус дайындаймыз. Бізге осындай соя тұздығы керек. 1,5 қасық салдым, және де 1 қасық толтырып крахмал салдым. Жақсылап араластырамыз. Кішкене су құйып жіберсеңіздер де болады. Енді осыны жаңағы дайындалып жатқан картоп пен пиязымыздың үстінен құятын боламыз. Тәтті бұрышымызды саламыз. Су аз болып жатса, аз ғана су құйсаңыздар болады. Осымен біздің подлив дайын. Бетін жауып, астын жай қойып қоямыз. Подливіміз дайын болуға аз уақыт қалғанда лавр жапырақтарын салуды ұмытпаймыз. Енді біз тестасын дайындаймыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа, су, тұз қажет болады. Жақсылап июін қандырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді 5-10 минут тұрған қамырларымызды алып, ұнның көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Қамырды жайған кезде барынша ортасына емес, екі шетіне басып жаямыз. Қамырымызды толық жайып біткен уақытта ұнмен жақсылап сүйіп аламыз. Қазір біз кескен уақытта бір-біріне жабыспас үшін. Енді дәл видеодағыдай өзіңіз қалаған пішінде кесіп алсаңыздар болады. Мен орташа етіп кестім. Қалың етіп, біреулер жіңішке етіп кесіп жатады. Енді ол өз қалауыңызша. Міне біздің тестамыз дайын. Енді қайнап тұрған суға тұз салып, осы тестамызды пісіріп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте дәмді әрі тез пісетін болады. Жақсылап тасып кетпеуін қадағалаңыздар. Осымен қамырымызды арнайы сүзгіштің көмегімен жақсылап сүзіп аламыз. Қамырымызды өсімдік майымен кішкене майлап аламыз. Енді дайын подливімізді құямыз. Біздің подливіміз өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап дастарханға ұсыныңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл тағамды оңтүстікте нан салма, салма нан деп те атап жатады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.